Құрметті барша көрермендер, біз қазір Шығыс Қазақстан облысының Көкпекті ауданында Жігіт Сұлтаны байқауындамыз. Жақсы айбат өтіп жатыр. Облыстың дүлдүл жігіттерінің қатысуымен байқаудың бірінші кезеңі басталып кетті. Ұмытылып бара жатқан салт дәстүрімізді көріп отырғанымызға қуаныштымыз өте. Міне бүкіл халық жиналып қарап отыр. Бәрі жақсы, бәрі дұрыс дейді. Аты жөнім Сақанов Рауан Бақытбекұлы, Зайсан ауданынан намысы үшін келіп тұрмыз. Жоға, бәріміз ауылда өскен боламыз ғой. Сонда да теңгеліп енді. Күнде теңгеліп жүрген жоқпыз. Біраз қиынға соқты. Ахмет Ерасыл Ержанұлының Күршім ауданынан келген осы Жігіт Сұлтаны. Бекболат аға барсыз ба? Әзірге жақсы нәтиже көрсетіп жатырмыз. Жігіттердің бәрі мықты. Екі-ақ сайыс өтті, екеуі де оңай болды. Теңге алумен аударыспақ болды, екеуі де оңай. Ойындар болғаннан кейін, ол қазақтың баласы болғаннан кейін, ол қиындық етпейді қазақтың баланы. Балуандарымыздың ішіндегі ең сері жігіттеріміздің бірі 65 килограммды қоя алмады. Қалай? Шаршамадың ба? Шаршадық. Жақсы, көптен көп рахмет. Бүгінгі Жігіт Сұлтаны байқауына біздің осы Көкпекті ауданының барша жігіттері өздерінің құмай тазыларын етіп те келіпті. Қазір біз осы құмай тазыны баптаған осы ауданның белгілі ұстазынан бірге сұхбат алайық. Жалпы құмай тазы туралы айтып беріңізші, бұл қазақтың иті ғой, негізі. Енді бұл ғасырдан жалғасып жатқан атамыздан ұрпаққа өнеге ғой. Соны біз енді жалғастырып келеміз, қолымыздан келгенше. Жалпы қандай аңдарды аулайсыздар? Түлкі, қасқырға да баратындар бар. Борсық, қоян, тартамыз ұлттық спортқа. Сонда ұстаз ретінде мектепте ғана сабақ берме, осындай рухани... Осымен айналысам. Өзіңіз айналысасыз ба? Жалпы иттеріңіз бар ма өзіңіз сондай үйде? Әрине. Бар ба? Қанша құмай тазыңыз бар? Енді бұйырғаны бар, 5-6 бар. 5-6. Жақсы, көптен көп рахмет. Болашақта сіздің сол құмай тазыларыңыз өсіп, көбейіп жатса, біз міндетті сізге барып, арнайы түсіріп, жеке бағдарлама жасауға уәде береміз. Шампан жерге төгіле, шаттан таңғы күпіле.